Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Құрметті жамағат. Жалпы әрбір адам өзінің өмірінде алдына бір асыл мақсат қояды. Енді мұсылманның асыл мақсаты Алланың ризашылығына кенеліп жұмаққа кіру ғой енді. Аллаға шынайы құл бола білу, пайғамбарға шынайы үммет бола білу, және өзінің ұлтының шынайы ұлы бола білуі деген сияқты ғой. Үлкен-үлкен мақсаттар қояды. Бірақ сол мұрат мақсатына жетуге ол жалғыз өзі жете алмайды. Ол қасында өзінің шынайы бір достары болуы керек. Кіммен бірге жүрсе, міне сонымен бірге сол мақсатына қарай жылжиды. Жақсымен жүрсе, ол жетесің мұратқа дейді. Ал жаманмен жүрсең, қаласың ұятқа дейді. Алла Тағала Құран кәрімде кіммен бірге болу керек екендігімізді Тауба сүресінің 119 аятында былай келтіреді. Астағизу билля. Я айюхаллазина аману. Ей иман келтіргендер. Иттақуллаха. Алла Тағаладан қорқыңдар. Вакуну ма'ас-садиқин. Шыншылдармен, шынайылармен бірге болыңдар деп бұйырады. Мен осындай шынайы адамдармен дос болу адамды көп жақсылықтарға жеткізеді екен. Алла елшісі бір хадисінде айтады: "Ман сарраху ан яджида халаватал имани фальюхиббал мар'a ла юхиббуху иллаллаха." Кімде-кім иманның ләззатын, тәттілігін алғысы келетін болса, онда ол бір Алла үшін бір адамды жақсы көрсін дейді. Тек қана Алла үшін ғана жақсы көретін болсын бір адамды. Біз енді көріп жатырмыз бауырларды. Дүние үшін дос болған бауырларды көріп жатырмыз. Бір-бірімен бауырымыз дейді. Бір күн сол ортадан сол дүние кеткен кезде бір-бірін жаңағы бауыр демек түгіл бір-біріне қарсы сөз айтып жатады. Біреулер мансап үшін болып жатады. Біреулер тағы бір нәрсе үшін болып жатады. Ал Алла үшін дос болған адамдар, олар әрі қарай бауыр болып қала береді екен. Шынайылылық, бәрібір шынайылылық болып қала береді екен. Демек, шынайы мұсылманмен дос болу адамды мұрат мақсатына жеткізеді. Құранда да Алла Тағала иннамал муъминуна ихва. Шындығында иман келтіргендер олар бауырлар деп. Біз сол өзіміздің мұсылман бауырларымызбен бірге жүріп, жаңағы жақсылықтарға жетеді екенбіз. Құранда жаңағы мұнафиқтардың сипатын келтіреді. Баширил мунафиқина би анна лахум азабан алима. Мұнафиқтарға бір қатты күйзелтуші азаппен оларды сүйіншіле. Ол мұнафиқтардың сипаты былай болады деп келесі аятта айтады: аллазина яттахизунал кафирина аулияа мин дунил муъминин. Мұсылмандарды, иман келтіргендерді былай қалдырып, ар жақтағы кәпірлерді өздеріне дос тұтады. Аябатагуна индахумул иззата. Олардың алдындағы сол ізет құрметті алсам деген ой бар ма? Фа иннал иззата лиллахи жамиа. Барша ізет құрметтің бәрі Алла Тағалада. Егер Алла Тағала құрмет етіп қойса, ешкім сені құрметіңден айыра алмайды екен. Енді демек адам шынайы мұсылман бауырмен, шынайы мұсылманмен бауыр болып дос болсаңыз, көп жақсылықтарға жетесіз. Бүкіл ізет құрметке де жетесіз. Дүниедегі, бұл дүниедегі, о дүниедегі барша жақсылықтарға жетуге болады екен. Демек, Алла Тағала Құран кәрімде жаңағы жоғарыда айтты: Я айюхаллазина аману. Ей иман келтіргендер, иттақуллаха. Алладан қорқыңдар. Вакуну ма'ас-садиқин. Шыншылдармен, шынайылармен, шыншылдармен бірге болыңдар деп бұйырады. Енді мұсылмандар біздер бауыр екенбіз. Хош. Мына ерлі зайыпты біліп алуымыз керек. Мына ерлі зайыптының ортасында бір-бірінде ақысы бар, әйелі өзінің күйеуіндегі ақысы бар.
күйеуі өзінің әйелінде ақысы бар, бір-бірінде ақысы бар. Дәл сол сияқты бауырларда бір-бірінде ақысы бар. Мысалы біз әйеліміз, бала шағамыздың алдында міндеттеріміз бар, соны дұрыс орындайық деп жүрміз. Соны қалай сол міндетке көңіл бөлесіз? Оны қаншалықты маңызды деп білесіз? Анау қасыңызда отырған бауырыңызға да сіз сондай көңіл бөліп, оның алдында да сондай ақысы бар. Соның ақысын беруім керек деп, соны міндеттемені жақсылап түсінуіміз керек екен. Мұсылман бауырдың өзінің басқа бір мұсылман бауырында мал мүлкінде де ақысы бар. Мал мүлкінде. Оның жаңағы сөйлейтін сөзінде, үнсіздігінде де ақысы бар. Күш қайратында да, жүрегінде де, дұғасында да, ықыласында да, жанаршылығында да, бәрінде оның ақысы бар екен. Бір шетен айтып шығайық, шамамыз келгенше, уақытымыз жетсе. Мал мүлкіндегі ақысы жайлы айтайық. Хазіреті Али айтқан екен. Хазіреті Али 20 дирхамды Алла жолындағы бауырма сыйға тарту мен үшін анау 100 міскінді, ана жақтағы міскіндерге 100 дирхам таратқаннан маған сүйкімдірек деген екен. Сіз бір бауырыңыз бар, ол алыстан келді. Сол бауырыңызды жақсылап бір үйіңізге құрмет қып күтіп, оны бір жақсылап сыйлап жіберуіңіз, не болмаса басқа да бір бауырларыңызды сыйлап жіберуіңіз кедейлерге садақа бергеннен де жоғары тұрады екен. Мына Хазіреті Али не дейді? 20 дирхамды мен бір бауырыма, Алла жолындағы бауырыма жұмсағаным 100 дирхамды міскіндерге жұмсағаннан да сүйіктірек деген екен. Ал Алла елшісі бір хадисінде айтады: "Мәсәлул ахавайни мислул ахавайни мәсәлул ядайни". Екі бауыр, екі қол сияқты. "Тағсилу ихдахума ал-ухра". Бірі екіншісін жуады. Кез келген нәрседе мына бір қол бір өзін жуа алмайды, мына қол өзін жуа алмайды, бір-бірін жуады, бір-бірін тазалайды. Мынаның да мақсаты тазалану, мынаның да мақсаты тазалану. Мынау мынаны жуып береді, мынау мынаны жуып береді. Сол сияқты бізде мұсылмандардың мақсатымыз бір ғой. Мақсатымыз не? Алланың ризашылығына кенелу ма? Демек сіз ана бауырыңызға көмектесіңіз. Ол бауырыңыз Алланың ризашылығына кенелуге. Ол бауырыңыз да сізге солай көмектеседі. Міне мұсылмандар осы екі қол сияқты дейді. Пайғамбарымыздың айтып жатқан хадис. Енді мұсылмандар осы ниеті түзу, ниеті бір, ұстанымы бір, мақсаты бір болады. Бір-біріне көмектесіп жүру керек. Енді бауырға мал мүлікпен көмектесуде 3 деңгей болады екен. Төменгі деңгей, орта деңгей, өте жоғары деңгей. Ең төменгі деңгейі, сіз досыңызды бір қызметшіңіз сияқты көресіз. Ол досыңызға қарайсыз, бір нәрсе қажет болып жатса, ол сұрамай жатып сіз оған көмектесесіз. Ол досыңызға сұратпай бересіз. Бұл ең төменгі деңгей екен. Яғни сіз оны қызметшіңіздей көріп жатырсыз. Өзіңізге жеткен дүние өзіңізге жетеді, артылғанынан анау досыңызға сұратпай бересіз. Өзіңізге жетті, артылғанынан. Бұл ең төменгі деңгей екен. Орта деңгейі өзіңіздей көресіз. Адам өзіндей көреді. Бауырын өзінің деңгейінде көреді. Әрбір нәрсені бөліседі. Тіпті киімінде бөліседі, барлық нәрсені бөліседі. Бұл орта деңгейі екен. Ал ең жоғары деңгейі өзінен артық көреді. Бұны исар дейді. Құранда Алла Тағала وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ дейді. Хашр сүресінің 9 аятында. Не дейді? Тіпті өздері мұқтаж бола тұра, оларды өздерінен артық көреді дейді. Өзінен ол басқа бір мұсылман бауырын жоғары көруді исар дейді арабшалап. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ дейді. Оларды өзінен жоғары қояды. Бір риуаяттарда келеді, бір топ софы адамдарды басын алайын деп жатыр екен. Сол кезде енді кезекпен басын алайын деп жатқанда, анау жақтағы біреу жүгіріп келіп, менің бірінші басымды алыңызшы депті. Неге десе, мен осындай қиын сәтте ана бауырларыма исар жасағым келіп тұр. Бәрі қорқып тұр. Қалай болады деген деп қорқып тұр. Бірінші менікін алыңызшы.
бірінші мен ана бауырларым мүмкін әлде кішкене уақыт болсын олар өмір сүрсін деп жүгіріп келген екен дейді. Ал атақты риуаятты көпшілігіміз білеміз ғой, өзіміздің ауылда да көп айтылады. Бір күні Ибн Умар радиаллаху анхудан риуаят етіледі. Бір күні бір піскен қойдың басы келіпті бір кісіге. Бір бауыр жіберген ғой. Сөйтсе ол оны алғанда өзі жегісі келіп тұр. Ана жерде ана бір мұсылман бауырым бар еді. Сол менен гөрі мұқтаж болар деп соған жіберіпті. Ол да алыпты да ол тағы біреуге жіберіпті. Ол тағы біреу сөйтіп 7 үйді айналып қайтадан өзіне келген екен дейді. Міне мұсылмандар бауырластығы. Бұл өте жоғары деңгей. Біз оны істей алып жатырмыз ба? Негізі істей алмай жатырмыз ба? Оны айтып жатырмыз енді негізі. Бірақ істеу өте ауыр нәрсе. Мұсылман бауырдың қамқорлығындағы ақысы бар. Ол мұсылман адам өзінің мұсылман бауырына қамқорлығы деген мынандай бір жағдай болған екен. Бұрынғы кездердегі салихалы кісілер өмірден өтсе, олардың ұрпақтарына сол өмірден өткен кісінің достары 40 жылға шейін үйінің барлығын азық-түлікпен қамтамасыз етіп отырған екен. Балалар айтады екен, әкеміздің көзі кеткенмен қамқорлығы әрқашан қалды деген екен. Әкеміздің қамқорлығын әрқашан сезініп отырдық деген екен. Қараңызшы, мұсылманның мұсылман бауырындағы біз олардың қайда олардың деңгейі. Алла елшісі айтады: «Инна лиллахи та'ала аниятун мин ахлил арди». Алла тағаланың жер бетіндегілерде ыдыстар бар. Яғни ол жерге өзінің мейірімін, нұрын толтырып қоятын ыдыстары бар. Алла тағаланың жер бетіндегі адамдардан болған, адамдарда. Ол қай жерде? «Ва анияту раббикум кулубу ибадихи салихин». Салихалы құлдарының жүректері сол Раббыларыңның ыдыстары. Соған Алла тағала нені? Жаңағы мейірімділікті, нұрды солардың жүрегіне құйып қояды екен, толтырып қояды екен. «Ва ахаббуха альянуха ва арақуха». Алла тағала үшін ең жақсы ыдыс ол мейірімге толы болғаны деген екен. Сондықтан мұсылман адамның жүрегі жұмсақ болу керек. Қорыта келген кезде мұсылмандарды Алла тағала Фатх сүресінің 29 аятында «Рухамау байнахум», өз араларында өте мейірімді деп сипаттаған. Біз осындай болуымыз керек те бұл. Бір сөзбен айтқанда. Бұған біз қаншалықты амал етіп жатырмыз? Бұл бәрімізді ойландыратын нәрсе. Адамның тілінде де ақысы бар бауырының. Мұсылман өзінің мұсылман бауыр жайлы сыртынан болсын, көзбе-көз болсын, айыбын ашпай жасырып, онымен тартысумен таласудан аулақ болу керек. Онымен тартыспаңыз. Оның сыртынан жаман сөз сөйледіңіз бе, ол да сіздің сыртыңыздан сөйлеуі мүмкін ғой. Жаңағы оны талас тартыс жасау, ол тек қана мұсылмандардың ортасындағы дұшпандыққа, бір-бірін кемсітуге алып келеді. Сондықтан мұсылман адам барынша тартыспауға тырысу керек екен. Мынау Алла елшісі, бұл жайлы өте көп хадистер айтылған. Өте көп хадистер бар. Сондықтан мына бір жерін айтып жіберейін. Мына бір хадисті жақсылап айтып жүрейік, сонымен мына уақытымыз болып қалды. Зарул мираа, тартысуды тоқтатыңдар. Алла тағала маған ең бірінші тыйым салған нәрсесі мүсіндерге құлдық ұрма деп тыйым салды. Екінші тыйым салған нәрсесі арақтан тыйым салды. Үшіншісі осындай талас тартыстан тыйды деген екен. Сондықтан мұсылман бауырлар арасында талас тартыс болып, бір-бірімізді жаман көрсетуге тырыспауымыз керек екен. Алла тағала шынайы бауыр болуымызды баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулилlah. Аллаху